Фақала лаха валил арди. Мына нәрсені қараңыз. Адам, сендер кімсіңдер деп отыр ғой. Наған қарасаңдаршы дейді. Жерге де, аспанға да, жерге де бұйрығын айтты дейді сол кезде. Тия тоған аукарха. Ерікті түрде, еріксіз түрде ме бұйрығыма қарай келіңдер деген екен. Екеуіне де уахи салынып жатыр. Сонда не деді дейді? Қалата атайна тоиғин. Екеуміз де бойсұнған күйде ғана келеміз ғой Раббымыз деді. Жерді ойлаңыз. Қарыңыз ба? Бұған да сабыр ет дегеннен сабыр етіп тұр ғой бізге. Аспанға да сабыр ет дегеннен сабыр етіп тұр. Әйтпесе Алла Тағалаға ұнамайтын нәрсе, мысалы айтайық, айтылатын болса хақысына. Ана аспан жарылғалы тұр дейді сілеріңе. Ана жер жарылып жұта салғалы тұр дейді Алласы үшін сендер түк емессіңдер деп жатыр ғой. Бірақ бұйрық берілмеген. Қиямет күні ғана болады, болды. Содан бұл да төзімді. Егер бұл адамға төзіп атса, үшінде бір тәкаппар бір тепкілеп тұрған кезде, ойлаңыз, ол қабірде жолығады, ертең кездесетін күні бар. Сол секілді пайғамбарымызға да үйретіп жатыр ғой. Жер сабыр етіп жатыр. Сен де сабыр етесің. Өйткені сен менікісің дейді. Сен менің тәрбиемдегі құлсың. Осындай нәрселерді айтып жатыр. Фақадахунна саб'a самаватин. Сосын сол аспанда 7 қабат аспан етіп жасады дейді. Фи яумайни. 2 күннің ішінде. Ва ауха фи кулли самаин амраха. Қандай керемет нәрселер. Бізден басқа әрбір 7 қабат аспанның әрбір аспанына өзінің бұйрығын жүргізіп қойған дейді. Күллі аспанда Алланың әмірі жұмыс жасап жатыр. Алла разы болатындай. Тек жердің бетінде ғана адамзатпен жаңағы жын екеуі біраз проблемалар жасап жүр. Бойсынбай, тентек болып. Сосын Алла айтады: "Ва зайянна самаат дуния." Сендер үшін дейді, ана төменгі аспанды толығымен жұлдызға толтырып тастадық дейді. Ана бір жұлдыздың өзі ол қандай нәрселер ол? Мысалы өзіңіз ойлаңыз. Ана күннің ішіне қанша жер сияды? Өзіңіз ойлаңыз. Ол күн, анау бізге бір жарқырап тұрған бір жұлдыздың қасында нөл болады ол. Өзіңіз ойлаңыз. Ондай жұлдыздарды Алла Тағала сол аспанға сыйдырып тастаған. Сендер үшін әсем деп қойдық дейді. Қарап, әрдайым үстіге басыңды бір көтерсең болды, мен еске ала бересің. Ұмытып кетпейсің мені. Субханака жаңағы Роббана ма халақта хаза батилан субханака фақина азабаннар деп өз Құранда үйретіп қойғандай, Раббымыз мынаны босқа жаратпадың ғой. Сен кемшілік сипаттардан пәксің, бізді тозақ азабынан сақтай көр. Сондай-ақ уахифза, шайтандардан қорғау үшін. Залика тақтирул азизил алим. Міне бұл өте пәрмені күшті, құдіреті күшті, үстем және күллі нәрсені білуші Алла Тағаланың өлшемі дейді осы. Заңдылығы. Бұл өлшем ешқашан бұзылмайды. Бұл өлшем ешқашан өзгермейді. Бұзылып атқан сендер деп отыр Алла Тағала.